Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернұр YouTube арнасы. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге «Әне-міне» деген мультфильмнің ашышындығын айтатын боламын. Бастамас бұрын арнаға жазылып, лайк басып, колокольчикті шертуді ұмытпайық. Ал мен бастаймын. Қазақ балалары мультфильм көрген сәтінен қорқады, ары қарай үйренісіп кетеді. Жалпы менің айтып жатқаным қазақ анимациясындағы қорқынышты мультфильмдер. Жалпы мен қорқынышты мультфильмдерді де көп көрдім. Оның бірі «Әне-міне», «Жезтырнақ» және де тағы да басқа мультиктер бар. Сол қорқынышты мультиктердің кейпін анық көрсетеді. Мысалы, Жезтырнақтың, Жынның сол мультфильмдерді көріп балалар үйреніп алған. Ол кейіпкерлердің түрінен бөлек, олар біртүрлі болып келеді. Уақыт өте келе ол мультфильмді көріп қызыға түсесіз. Ал жалпы менің айтатын бүгінгі видеода Алдар Көсе және Әне-міне кейіпкерлері. Тиктокта Әне-міне кейіпкері танымал болып жатыр. Бірақ оның шынайы түрін қазір көрсетпейді. Білмеймін, өте қорқынышты болғаннан ба, әлде біртүрлілігінен. Өйткені ол кезден бастап теледидарда көрсететін, ал қазір ол соның Әне-міне кейіпкерінің қорқынышты түрін алып тастаған. Соңында Әне-міне жоқ болып кетеді. Ал мен қазір сіздерге сол кейіпкердің түрін көрсететін боламын. Дайын болсаңыздар, 1, 2, 3. Міне достар, оның түрі қара басты қорқынышты. Оның шынайы түрін бұрын теледидардан көрсететін, ал қазір алып тастаған. Әне-міне соңында жоқ болып кетеді. Ол мультфильмнің танымалдылығы неде деп ойлайсыздар? Оның біртүрлігінде және Алдар Көсенің киімін киіп алғанында. Сол Әне-міне жоқ болып кеткен концепциясында ешкімге сенбей, өзің еңбек ет деген сөзді білдіреді. Әне-мінеге Алдар Көсенің киімі, дене бітімі берілген. Оны шығарған адамдар киім таба алмады деген мүмкін емес. Бұл жерде бір құпия бар. Әне-міне соңында маскасын шешкенде Алдар Көсенің басының пішініне ұқсайды. Сол жерде нені жасырғысы келген екен. Ал бұл мультфильмнің режиссері кім екен деп ойлайсыздар? Ал мен оны қазір сіздерге айтатын боламын. Ол мультфильмнің режиссері Артур Краус. Ал бұл мультикте бір жасырын құпия бар. Сондықтан үлкендер қызығып көретіні содан. Достар, осылайша Әне-міне мультфильмнің ашышындығы аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі жолы қандай мультфильмдердің ашышындығын айтайын, соны айта кетіңіздер. Ал сау болыңыздар.